Бәрімізге ортақ әмбебап дизайн не үшін керек? Біздің әрқайсымыз анда-санда болсын қала ішінде әртүрлі жайсыздықтарға кезігіп жатамыз. Олардың біз бүгін айтатын бір себебі қала ортасының ғимараттар мен заттардың сәтсіз жасалған дизайны. Біз өз баламыз болмағанша қалада неліктен пандустардың аз, ал басқыштардың көп екенін ойлана бермейміз. Жасы келген туыстарымызбен серуендеп жүріп, бақтағы орындықтарда қарттар орындарынан тұрғанда сүйенетін сүйеніштердің жоқ екенін көреміз. Ашылуы қиын есіктер, тар турникеттер, жер асты және жер үсті өтпелері, тым биік орналасқан лифт батырмалары, әжетхана, қоғамдық көлік, жол қиылыстары мен вокзалдар сияқты негізгі қоғамдық орындарының өзінде жүкті әйел, бала, қарттар мен жарақаты бар адамдар үшін қол жетімсіз болатын нәрселер кездеседі. Ерекше қолайлылыққа зәр болып қалатын жағдай әрқайсымызда туындауы мүмкін екенін естен шығармаған жөн. Қала ортасын, ғимараттар мен үй-жайларды жобалау стандарттары, былайша айтқанда, орташа қала тұрғынын қанағаттандыруға тиіс деп ұзақ уақыт бойы айтылып келді. Алайда уақыт ендігі жерде орташа статистикалық адамға бағдар ұстай алмайтынымызды көрсетті. Осыдан келіп, әділетті қаланың тұжырымдамасы пайда болды. Ол дені сау, экономикалық белсенді қала тұрғындарына ғана емес, барлық адамдарға арнап жобалаған. Әлі күнге дейін ерекше жағдайлар жасалатын адамдардың бірден бір санаты мүмкіндігі шектеулі жандар. Олардың мүддесін, оның ішіне ең алдымен тірек қозғалысы аппаратының қиындығы бар және көзі көрмейтін адамдардың мүддесін ескеруге арналған қол жетімді орта деген нормалар бар. Жобалаушылар бұл нормаларды көбінесе формальды түрде ғана сақтайды. Алайда жалғыз мәселе бұл ғана емес. Қолайлы орта жасау тәсілдері көбіне мүгедектердің бір санатының ғана қажеттіліктерін ескертеді және басқа топтардың мүддесін еш ескермеуі мүмкін. Қаламызда қолданылатын тактильді плитка өте тайғанақ. Көзі нашар көретіндерге ыңғайлы осы сары қаңқалар дальтонизммен ауыратындардың өмірін жеңілдете алмайды. Баспалдақтарды бойлай орнатылған көтергіштер ыңғайсыз, пайдаланылуы қиын және жақтауды пайдалануға мүмкіндік бермейді. Жобалағанда пайдаланушылардың әр тобының қажеттілігін қол жетімді орта негізінде жеке-жеке ескеретін болсақ, дизайн қатты қиындайды. Нәтижесінде орта ешкімде ыңғайлы болмай шығады. Сол себепті бүгінде мүгедектердің құқығын қорғайтын белсенділердің өзі оларға қарап урбанисттер де дүниетанымды өзгерту керек деп айтып жүр. Олар қол жетімді орта тәсілден әмбебап дизайн қағидаттарына ауысатын уақыт келді дейді. Жай сөзбен айтқанда, әмбебап дизайн ғимараттарды, орта мен жекелеген заттарды адамдардың жасына, мүгедектігіне және де басқа да белгілеріне қарамастан бейімделуі де талап етпестен бәріне бірдей ыңғайлы, эстетикаға сай болатындай етіп жасауға мүмкіндік береді. Адам ортаның арнайы өзі үшін жасалғанын сезінбеуі керек. Бұл оның мүмкіндігінің шектеулі екенін ұмытуының орнына есіне салып жайсыздық тудырады. Әмбебап дизайнның 7 қағидаты бар деп есептеледі. Біріншісі, пайдалану теңдігі. Бұл сіз жобалаған нәрсені кез келген адам басқа адаммен бірдей пайдалана алатынын білдіреді. Кәдімгі есікті алайық. Ол кең болса және биік табалдырығы болмаса, кез келген адамға ыңғайлы болар еді. Онда одан тек қоларба ғана емес, мысалы ірі жиһаз бен техникада өтіп кетеді. Қоғамдық орындарда кіретін есіктің автоматты болуы немесе әжетхана бөлмелерінде есік мүлдем болмайтындай етіп жобалануы сөз жоқ ыңғайлы. Екінші, пайдалану икемділігі. Дизайн пайдалану нұсқаларын таңдауға, пайдаланушылардың оларды бақылай алуына мүмкіндік беруге тиіс. Күнделікті өмірдегі осындай мысалдарға биіктігі реттелетін үстел орындықтарды, олақай-солақайларға арналатын қайшыларды, немесе әртүрлі құрылғылар мен кеңдігі әртүрлі мониторлар үшін бетті көрсетуді оңтайлы ететін веб-сайттардың бейімделген дизайндарын айтуға болады. Үшінші,
Қарапайым интуициялық дизайн. Ол тәжірибе, сауаттылықтың, тіл білудің жеткіліксіздігі және тағы да басқа сол сияқты шектеулер біздің жобалап жатқандарымызды пайдалануға кедергі жасамауын көздейді. Мысалы, жол жүру немесе көлік қаңтару ақысын төлеу жүйесі. Бұл арада дизайнерлерге ұғымдық пиктограммалар мен сұлбалық жіктемелер көмектеседі. Оған IKEA жиһаз жинау нұсқаларын немесе үй-жайларда қозғалу көрсеткіштердің мысалға келтіруге болады. Төртінші, маңызды ақпараттарды қабылдауға сыртқы жағдайлар мен адамның жеке ерекшеліктері әсер етпеуге тиіс. Бүгінде біз күнделікті өмірде мұны жиі кездестіреміз. Бұл жол белгілері, телефондар мен компьютерлердегі субтитрлер және дауыстық көмекшілер. Екінші жағынан, жаңа технологиялар көбіне инклюзивті емес, керісінше болуы мүмкін. Мысалы, QR-кодтар. Сондықтан мұндай шешімдерді енгізгенде арнайы құрылғылардың не жаңа нәрсені пайдаланатын білімі жоқ адамдарға арнап балама жол қалдыру маңызды. Бесінші, қатені жөндеу. Бұл жерде әңгіме жағымсыз зардаптары бар тәуекел, қауіп, кездейсоқ жағдайларды барынша азайту керектігі туралы. Біз жиі қолданатын элементтерді оңай, қолжететін әрі қауіпсіз етіп жасаймыз. Қауіптілерін оқшаулаймыз, не алып тастаймыз. Мысалға, өрт сөндіргіштегі сақтық пломбасын немесе компьютер бағдарламасындағы бас тарту батырмасын айтуға болады. Тағы бір мысал, суды жайлы температурамен беретін шүмектер күйіп қалудан сақтайды, ал олардың шұралары болса тез бұзылмайды. Алтыншы, физикалық күшті аз жұмсау деген барлық нәрсенің сіз керегіңізді алу үшін ерекше күш жұмсамайтындай етіп жасалуын білдіреді. Мысалы, есік ашқанда, вендинг машинадан су алғанда, не жолдан өткенде. Өмірде осы қарапайым нәрселердің де адамға қиындық тудыруы тым жиі ұшырасады. Жетінші қағидат, өлшем мен кеңістік. Бұл арада әңгіме жобаланып отырған затты не ортаны пайдалану кезінде тағы да артық кеңістіктің қалуы керектігі туралы. Мысалы, мүгедектердің де не балалардың арбасын бұру мен басқару үшін кіретін жерлерде қосымша кеңістіктің болуы. Кең турникеттер не шектегіші жоқ турникеттер. Осы қағидаларды бірнеше мысалмен талдап көрейік. Алматы метросының мысалында өкінішке орай шетелдік жеткізушілердің шешімдері мен жергілікті орындаушылардың жауапкершілігінің ара жігін айқын ажыратуға болады. Әмбебап дизайнының жақсы мысалдары деп турникеттер жүйесін, платформа мен пойыз түспесін және пойыздың өзін айтуға болады. Метрополитендегі қалған нәрсенің бәрі әмбебап дизайн емтиханнан өте алмас еді. Метроға кіріп шығу үшін біз төменді жоғарылы баспалдақтармен жүруге тиіспіз. Кей станцияларда мүгедектерге арналған көтергіштер орнатылған. Бірақ оны адам өз бетінше пайдалана да алмайды. Бұл үшін қызметкерді шақырып, оны күту керек. Бұл шешім осы көмектесуі тиіс адамдар үшін ебегейсіз әрі күрделі. Оның үстіне ол жарақаты бар, қарт, балалары бар, ата-аналар, ауыр жүктілері бар адамдар мен тағы басқа адамдарға да қызмет көрсете алар еді. Алайда бүгінде қол жетімсіз күйінде қалып отыр. Әрі қарай ашылуы қиын есіктер. Одан әрмен эскалатор. Арбалы адамдарды эскалатормен түсіруге арналған айла бұйымдар өте үлкен және сырттан көмек болмаса, оларды пайдалану мүмкін емес. Мұнан тыс, олар бала арбасы бар ата-аналар үшін жарамсыз және қауіпті. Эскалаторлардан түскеннен кейін де пойызға жету жолында кездесетін басқыштар мен баспалдақтар аз емес. Тағы да кассалардың биіктігі мен жетон сататын аппараттарға, навигацияға қатысты сұрақтар бар. Алайда ең үлкен мәселе жер бетінен метро платформасына дейін жай физикалық тұрғыдан жетіп алуға қатысты. Әмбебап дизайн барлық осы сұрақтарға қарапайым ғана бір жауап береді. Бұл кәдімгі лифт. Ол қымбаттау болар еді. Бірақ тек осылай ғана мұқтаж адамдардың бәріне ортақ, шын мәнінде қол жетімді орта жасалады. Бір реттік жол жүру тұрғысынан есептесек, лифт
әрекеттер тіпті арзандау шығады. Өйткені бүгінгі ұсынылып отырған шешімдерден ерекше оларды адамдар расымен де пайдаланатын болады. Қала ортасы неғұрлым әмбебап болған сайын, соғұрлым оны барлық адамдар, әр жастағы еркектер мен әйелдер, балалар, мүгедектер мен уақытша еңбекке қабілетсіз адамдар жиі әрі белсенді түрде пайдаланатын болады. Өз қозғалыстарын шектей отырып, адамдар көп нәрседен айырылады. Бұл жай ғана өз бетінше серуендеуден бастап маңызды қызметтерді алуға да қатысты. Мұнан адамның өмір сапасы мен тұтастай қоғамның әлеуметтік капиталы әлсірейді. Қол жетімді орта тұжырымдамасының мүмкіндігі шектеулі адамдардың жекелеген санаттары үшін жағдай жасауы ең аз мөлшерде ғана. Ол бекітілген нормативтер бойынша қол жетімділікті тек формальды түрде қамтамасыз етеді. Ал функционалдықты, эстетикалықты, тіпті біз білетін дизайнды да талап етпейді. Мұндай тәсіл қаланың барлық адамдары үшін ыңғайлы етпейді. Сәулетші, дизайнерлер мен инженерлерге, сондай-ақ мемлекеттік органдарға өз ойлау мәнерін өзгерту керек. Әмбебап дизайн қағидаттарын оқып үйреніп, практикалау қажет. Бұл айналамыздағы ортаны бәріміз үшін шын мәнінде инклюзивті, ыңғайлы етеді. Болашақ пайдаланушылар арасында зерттеу жүргізіп, топтың көңілі ауған нәрселерді анықтау, олардың мүддесін ескеру, олардың жайлылығы мен қауіпсіздігі туралы ойлау қажет, және шығармашылық пен эмпатияны көбірек іске асырған жөн. Видеомыз ұнаса, лайк қойып, арнамызға жазылыңыздар. Келесі кездескенше.